Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін атамызға керемет сыйлық жасап, жолдасым екеуміз қуантамыз деп шештік. Ол қандай сыйлық деп ойлайсыздар, уже біліп те жатқан шығарсыздар. Атаға механический кровать алып бердік. Сондықтан бұрынғы мынау диванын, кроватын барлығын шығарып тастайын дедік. Жаңа темірлері бар, атаға ыңғайлы болсын деп ағаш, темір барлығын істеп қойған ғой енді. Соның барлығы матрастарды есік алдына шығарып қойдық, кейін жуып тазалап, жаңа времянкамызге салып қоямыз дедік та. Сонымен астында деген ой, бұл қанша жылдық мусорлар бар, оның барлығын сыпырып тазалап, жолдасым өзі деген маған көмектесіп, жан-жағын барлығын жаңа сыпырып алдым, өзі полдарын жуып тазалап алдық, кішкене көмектесейін деп ше маған. Сосын мына жерде обойлар жыртылып қалған, оны комментарияға қаншама оқырмандар жазып жатыр екен, бір обой жабыстырсам майыстырма деп. Ол жерге 2-3 рет жабыстырғанбыз, қыздар артына орындық қойған кезде жыртылып, ата жаңа таяғымен нетеді, шақырады. Сол кезде барлығы жыртылып қалған, бұйырса енді қыс мезгілде келіп қалды ғой, жаз келсін, содан кейін осы комната полностью ремонт жасаймыз деп отырмыз, оны да өзіміз білеміз. Сонымен осындай механический төсекті алып келді. Қараңыздар, 4 жағында 4 баллоны бар. Бұлай жылжытсаң да болады, система салғанда ар жағына шығып та салуға болады. Өте керемет екен енді механический төсек. Бұрыннан қайда жүрміз деймін да білмей, сөйтіп деген осылай тұрғызып, жатқызып, аяғын түсіруге болады. Астында горшогы барлығы бар да. Енді ата горшокқа отырмайды, сондықтан астына салафан төсеп, одан простынаны жайдық, себебі жаңа памперс келген кезде өтіп кетеді ана постельге. Сөйтіп жастығын балам да көмектесіп жүр, сөйтіп үшеулеп жүріп атамызды қайтадан орнына жатқыздық. Мына жерінде ыңғайлыдан стол қойғанға, тамақ ішкенде және де құлап кетпейді. Бұрынғы төсегінен көбінесе құлап кететін жерге оны көтеріп қатты қиналатынбыз, өйткені бір жер сынып қалама деп уайымдайтынбыз да. Өстіп аяғын түсіреді, одан кейін өстіп отырғызады, арқасын бүйтіп бұраған кезде ше, өзі бүйтіп тұра береді. Ата ұстап алған ғой, мына жерде құлап қалам ба деп енді қорқып жатыр ғой, бірінші рет болғандықтан. Сөйтіп столын қойып шай де беруге болады. Мынау бір керемет ыңғайлы төсек болды. Алдындағы төсегінен сырғып, астына салфан болғандықтан түсіп кететін, оны деген артына шығып, екі қолынан көтеріп, сөйтіп қиналатынбыз. Қазір енді өзіне де ыңғайлы керемет төсек екен. Ата риза болып батасын беріп қуанып қалды, өзімізде